Құқықтық мемлекеттің негізгі қағидаттарының бірі мемлекеттік органдар мен олардың лауазымды тұлғалар қызметінде заңдылықты сақталу қамтамасыз ету болып табылады. Бұл жерде құқық нормаларын тек формалды түрде сақтау туралы ғана емес, жария биліктің өзіне берілген өкілеттіктер шегінде заңда белгіленген рәсімдерге қатаң сәйкес әрі тек адам құқықтарын қорғау мүддесінде әрекет ету жөніндегі жүйелі міндет туралы сөз болып отыр. Құқық қолдану тәжірибесінде дәл осы әрекетсіздік көбіне құқықтардың ең елеулі бұзылуына әкеледі. Өтініштерді қарау мерзімдерінің созылуы, міндетті шешімдердің қабылданбауы, сот актілерінің орындалмауы, жалтару, қызметтік міндеттерге формалды көзқарас таныту. Нәтижесінде адам құқықтық айқынсыздық жағдайында қалады. Яғни оның құқықтары танылғанымен іс жүзінде іске асырылмайды. Әрекетсіздік кезінде де заңсыз әрекеттер жасалған жағдайда да билік өкілеттіктерін жүзеге асырудың заңды белгіленген тәртібі бұзылады және жеке тұлғаның мүдделеріне нұқсан келтіреді. Осындай тәуекелдерді ескере отырып, мемлекет азаматты заңсыз әрекеттер мен шешімдер қаупінен барынша қорғау мақсатында өзара іс-қимыл рәсімдерін тұрақты түрде жаңғыртып іс жүргізу заңнамасының тиімділігін арттырып отырады. 2021 жылғы әкімшілік рәсімдік процестік кодекстің қабылданып, қолданысқа енгізілуінің өзі көп жайттардан хабар береді. Аталған кодекс мемлекеттік аппараттың құқықтық санасына түбегейлі өзгеріс енгізіп, азамат бәрін өзі дәлелдеуге тиіс деген түсініктен, егер азаматта мемлекеттік органдар шешімдерінің заңдылығына қатысты күмән туындаса, керісінше соның заңдылығын дәлелдеу мемлекеттік органның міндеті деген қағидатқа көшу мәжбүр етті. Осы кодекстің тек бірнеше негізгі қағидаттарына ғана тоқталғым келеді. Дәлелдеу ауыртпалығының мемлекеттік органға жүктелуі. Құқықтар басымдығы қағидаты, яғни әкімшілік рәсімдер туралы заңнамадағы барлық күмәндар, қайшылықтар мен түсініксіздіктардың іс жүргізуге қатысушының пайдасына түсіндірілуі және соттың белсенді рөлі. Қазіргі таңда әкімшілік соттар ұсынылған дәлелдемелермен ғана шектелмейді. Әкімшілік істі дұрыс шешу үшін маңызы бар барлық нақты мән жайларды жан-жақты зерттейді. Нәтижесінде әкімшілік рәсімдік процестік кодекстің қолданысқа енгізілгеніне 4 жылдан астам уақыт ішінде біз мемлекеттік органдардың әрекеттері мен шешімдерін заңсыз деп тану туралы сот шешімдерінің құрылымы айтарлықтай өзгерген байқаймыз. Тәжірибеде мұндай жағдайлар құқық бұзушылықтардың кең ауқымын қамтиды. Мүліктік шығындарға әкеп соққан заңсыз шешімдер, құқыққа қайшы әкімшілік актілер, жауаптылыққа заңсыз тарту, мәжбүрлеу шараларын шамадан тыс немесе негізсіз қолдану, сондай-ақ лауазымды тұлғалардың әрекетсіздігі салдарынан азаматтардың құқықтарын іске асыру мүмкіндігінен айырылуда. Қылмыстық қудалау, әкімшілік мәжбүрлеу, лицензиялау, жер және салық қатынастар салаларындағы жағдайлар ерекше сезімтал болып табылады. Өйткені аталған салаларда билік тарапынан жіберілген қателіктер немесе өкілдіктері теріс пайдалану адам үшін елеулі әрі ұзақ мерзімді салдарға әкелуі мүмкін. Сондықтан мемлекеттің жария құқықтық жауаптылығын конституциялық деңгейде бекіту мәселесін көтеру маңызды деп санаймын. Аталған жауаптылық азаматтық құқықтық жауаптылықтың дәстүрлі институтын толықтыра отырып, жеке адам мен жария билік арасындағы бұзылған тепе-теңдікті қалпына келтіру тиімді құралы болып табылады деп ойлаймын. Мұндай жағдайда зиянды өтеу бірнеше функцияны атқарады. Өтемдік, превентивтік және құқықтық тәрбиелік. Құқықтық қолдану тәжірибесі көрсеткендей, зиянды өтеудің нақты реттелген әрі конституциялық кепілдірілген тетігі болған кезде азаматтар дәлелдеу қиындықтарына, мемлекеттік органдардың формальды көзқарасына және сот процестерінің созылуына тап болады. Бұл құқықтарды қорғаудың тиімділігін төмендетіп, жария биліктің жауаптылығын қағидаттың өзіне нұқсан келтіреді. Сондықтан көптеген құқықтық жүйелерде мұндай конституциялық деңгейде бекітіледі. Қазақстан Республикасында бұл бағыт азаматтық заңнама, әкімшілік сот ісін жүргізу және сот практикасы арқылы дамып келеді. Қазақстан Республикасының конституциялық соты бұзылған құқықтарды қорғаудың шынайылығы, тиімділігінің маңызын дәйекті түрде атап көрсетіп келеді. Зиянды өтеу құқығын тікелей конституцияда бекіту заң шығарушы үшін де, соттар үшін де маңызды бағдар болар еді.
Ал қоғам тұрғысынан бұл мемлекетке деген сенімді күшейтіп, оны тек басқарушы орган ғана емес, өз шешімдерінің салдарын үшін жауап беретін институт ретінде қабылдауға мүмкіндік берер еді.